Өткенде көшеден бір орыс досымды көріп қалдым, амандасып әңгімелескеннен кейін, ей, Тина Канделакиді көрдің бе, не деп жатқанын естідің бе деп едім. Ол қатын оттай бермесін еді. Шынында да біздің Қазақстандағы орыстарға неге араласады дейді, қандай шаруасы бар дейді. Біз мұнда тату тәтті береке бірлікте өмір сүріп жатырмыз дейді. Мысалы, өзінің орыс достарым бар дейді, балаларын қазақ мектебінде беріп жатқан дейді. Қуаныш, ты заметил, дейді, сейчас, как не раньше, дейді, сейчас уже многие русские, которые изучают казахский язык, дейді, больше становится, дейді, чем раньше, дейді. Еще, дейді, сейчас русский уже побольше отдают своих детей в казахскую школу, деді. Шынында да қазір қарасақ, мысалы, кейбір мектепке барсақ, орыстың балалары жүреді қазақ мектебінде, қазақша үйреніп жүреді. Еще, деді, сейчас русский становится казахим, деді. Ол қалай деп едім? Былай дейді, біз енді қазақтар той жасаған жақсы көреміз дейді. Бізде бұрында, дейді, раньше делали свадьбу на 20, на 10 человек, а сейчас сделаем на свадьбу на 100 человек, как казахи, дейді, побольше. Тойымызда міндетті түрде қазақтар болады дейді, шақырамыз, олармен достарымыз дейді, көршілеріміз бар қазақтар дейді. Тіпті қазақтармен құда болып жатқан жағдайлар кездесіп жатыр дейді. Еще, дейді, если нас зовут гости на 6 часов, біз сағат 7-де барамыз дейді. Тойға да кешкі 6 жақсы 7-8-де барамыз дейді. Қазақтар сияқты әдеттері біздің бойымызда қалыптасып келе жатыр дейді. Қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын жақсы білеміз дейді. Сондықтан да біз Қазақстанда береке бірлікте өмір сүріп жатырмыз. Тина Канделакиға передай привет, пускай отдыхает, не воняет, деді. Расында да біздің мемлекетте өзге ұлт өкілдері өте береке бірлікте өмір сүріп жатыр. Ешкім мына жақта притеснять етіп жатқан жағдай жоқ. Бір-екі жағдайды бүкіл көріп қойған шығар, ол енді бытовой нәрселер болуы мүмкін. Соған қарап бүкіл өзге ұлт өкілдерін басынып жатыр деп айту әрине қисынсыз. Береке бірлігімізден елімізді айырмасын, аман сау болыңыздар. Тина, не воняй.